Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз vocabulary and listening, яғни daily lives. Daily lives дегеніміз күнделікті өмір. I can talk about people lives. Мен адамдардың өмірі жайлы айта аламын. Біз мынау мәтін берілген астында my day менің күнім. Бұл мәтінді біз алдымен оқып, аударып, мағынасын түсінуіміз керек. Одан кейін ішіндегі берілген көк сөздерді, жаңа сөздерді қарастырамыз. My name's Darby. Менің атым Дарби. I'm a volunteer at a school in India. Мен үнді еліндегі мектепте волонтер болып жұмыс жасаймын. I usually teach English, but sometimes I teach geography as well. Мен әдетте ағылшын тілін үйретемін, бірақ кейде мен география пәнін жақсы білгендіктен оны да үйретемін. At school, we always start the day early with exercise. Мектепте мен әрқашанда жаттығуымды ерте бастаймын дейді. It helps everyone relax and focus. Бұл әрқайсымызға жеңіл сезінуді көмектеседі. The school is old and it doesn't have new equipment, but the children want to know. Мектеп өте ескі болып табылады, және де ол жерде жаңа жабдықтармен қамтамасыз етілмеген, бірақ балалар оған қарамастан үйренгісі келеді. They come from poor families and they know education is important in life. Олар өте кедей отбасыдан шыққан, және де олар өздерінің өмірлері үшін осы білімнің маңызды екенін біледі. The mothers of the children often come to school and sit in the class. They want to learn too. Осы балалардың аналары жиі мектепке бірге қатысып отырады екен, олар бірге отырады дейді. Олар себебі олар да үйренгісі келеді. Яғни бұл жерде не деп тұр? Аналары да мектепте, кейбір ата-аналары да келіп қатысады екен, балалармен бірге үйренгісі келеді. I only work till midday. Мен тек түске дейін жұмыс жасаймын. Then I usually have lunch with friends. Мен кейіннен әдетте осы өзімнің достарыммен түскі ланчымды ішемін дейді. In the afternoon I prepare the lessons for the next day and meet my new friends in the village after they finish work. Кешке таман мен өзімнің келесі сабағыма деп сабақтарымды дайындаймын. Кейіннен, егерде менің жұмыстарым аяқтаса, мен олармен ауылдағы достарыммен, жаңа достарыммен кездесемін дейді. Окей, бұл жердегі яғни жаңа сөздеріміз бізде usually, sometimes, always, often. Usually әдетте, sometimes кейде, always әрқашанда, often жиі. Okay, we'll continue an exercise number 2. Бұл жердегі берілген 8 түрлі сөйлемді біз жаңа сөздермен қолданып түрлендіріп жазуымыз керек. So, exercise number 2. Мінекей, біріншісінде жауабы My friend often goes swimming on Saturday. Often. Екінші, I watch TV after dinner дегенге sometimes I watch TV after dinner болады. Үшінші, I'm never late for school болады. Төртіншісі, we always start school at 9 o'clock. Okay, the fifth, I usually make breakfast for my family. And the sixth, we always have lunch at school. And жетіншісі, I never go to bed after midnight. And the last one, sometimes we finish school at 4 o'clock. Мінекей жауабы осылай болады. Арасында бізде әрине кез келгенін қоя салмаймыз, оны мағынасына қарап жаңағы сөздерді қолдануымыз керек. Okay. Exercise number 4. Бұл жерде бізде тыңдалым берілген, мұқият тыңдалымды тыңдап, одан кейін біз сол тыңдалымнан кейін ішіндегі мәтінді кішкене ғана текст берген, соны аударып, сұрағына жауап беруіміз керек. Шартында сұрақ берілген. What time do you think Sheriff always gets up? Okay, let's begin.
So, Sheriff's Day, шерифтің күні. Бұл жерде 158 миллиондаған балдардың жасы, шамамен 158 миллиондаған балалардың балалар 5 пен 14 жас аралығында 5 пен 14 жас аралығында болып табылады, және де олар сол аралықта жұмыс жасайды дейді. Жұмысты ерте бастап кетеді екен, 5 пен 14 жас аралығында. Ағырай, және де олар мектепке бармайды екен сол себептен. Бүгінгі таңда осы бағдарламада біз шерифтің тарихымен және осы балалардың жұмысы жайлы біз талқылаймыз дейді, қарастырамыз дейді. Яғни бұл жердегі сұрақтың жауабы бізде, will be Sheriff gets up at 5:30. осылай болады. So, next exercise number 5. Бұл жерде де тыңдалым берілген. Және де тыңдалымның ішінде бос орындары тұрған жасырынды сөздерді айтып кетеді. Соны мұқият тыңдап жазуымыз керек. Окей? Бірінші бізде he's 6 years old болады. Екінші and he works in a shoe factory болады. Үшіншімізде бізде he usually works 6 days a week. And the fourth he always gets up at 6. Яғни төртте 5:30, яғни 5:30 деген сөз. Окей, бесіншісі бізде he often has a lunch break for 20 minutes. Алтыншысы бізде he usually sleeps in the factory. Мінеки осы жауаптарымыз бізде. Әрине, тыңдалымды мұқият тыңдасаңыздар, бұл өте оңай тапсырма болып табылады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа қызықты сабақты өткізе алмас үшін мен арнама міндетті түрде жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.